Ақпараттандыру объектілерінің өмірлік циклдері туралы айтатын болсақ, ол бірнеше кезеңнен тұрады. Бірінші кезең ақпараттандыру объектісін әзірлеу, тәжірибелік пайдалану, өндіру, сондай-ақ оны жұмыс істеу үшін қажетті техникалық құралдар мен бағдарламалық қамтуды иелену. Және мүліктік жалдауға, жалға беруге бағытталған ұйымдастырушылық және техникалық іс-шараларды кешенін құру, яғни іске асыру, оларды іске асыру болып табылады. Бұдан әрі өнеркәсіптік пайдалану кезеңі. Ол ақпараттандыру объектісін техникалық құжаттамада немесе нормативтік техникалық құжаттамада жазылған мақсаттарға, міндеттерге, талаптарға сәйкес шарттық режимде пайдалану болып табылады. Одан кейін дамыту циклы, яғни қосымша функционалдық талаптарды іске асыру, сондай-ақ оны жұмыс істеуін оңтайландыру, немесе функционалды кеңейту мақсатында өнеркәсіптік пайдалануға енгізген ақпараттық объектісін жаңғырту жөніндегі іс-шаралар кешені болып табылады. Қажет болған жағдайда өнеркәсіптік пайдалануды тоқтатумен аяқталады. Ол электрондық үкіметтің ақпараттандыру объектісін одан әрі пайдалану қажеттілігінің болмауы өнеркәсіптік пайдалануды тоқтатуға әкеп соқтырады. Мемлекеттік органдардың қызметін автоматтандыру тәсіліне көшетін болсақ, егер бекітілген архитектура болған жағдайда, онда ұсынылған механизмді ескере отырып, автоматтандыруды жоспарлау қажет болады. Егер бекітілген архитектура болмаған жағдайда, онда алдына IT нарығында жоспарланған қызметті автоматтандыру кезеңін талқылау қажет болады. Содан кейін қызметті автоматтандыру қажеттілігі туралы уәкілетті органмен келісу қажет. IT нарығында талқылау кезінде техникалық іске асыру тетіктері, баға ұсыныстары белгіленген ұсынымдар беріледі. Қазақстан Республикасы бюджеттік кодексіне сәйкес ақпараттандыру объектілерін құру тетіктеріне бюджеттік инвестициялық жобалау, ақпараттандыруды сервистік моделі немесе мемлекеттік жекешелік әріптестік базасында ақпараттандырудың сервистік моделі жатады. Назарларыңызға рахмет.